Достар, катализатор деген не нәрсе вообще негізі? Неден тұрады и және не үшін керек бұл? Неге бұның бағасы соншама қымбат тұрады? Осы сұрақ барлығына қызық сияқты, мен сол туралы бүгін айтып кетейінші деп едім. Мына катализаторлар қараңыздар, размермен жүреді. 100-де 100, одан кейін 120-да 100, 110-да 100, 95-те 90. Бұл погружной катализаторлар. Бұл сіздің алдыңғы коллекторда тұрған катализатордың ішіне салынып, варит етіледі. Бұл составы туралы айтатын болсақ, құрамын. Мына өте ценный металдардан тұрады. Бағалы, құнды металдардан. Бұның құрамында жаңа платинум болады, немесе палладий деген металдар бар ғой. Сол металдар қосылады. Неге қосылады? Бұл үлкен температурада жаңа выхлоп газдар шыққан кезде, мынау балқып кетпеу үшін бұл жаңағы қымбат металдар қосылады. Сол себептен бұл былай айтқанда біздің глушительден шыққан түтінді фильтровать етеді. Сөйтеді, зиянды жаңағы зиянды қалдықтарды, өртенбей қалған қалдықтардың бәрін өртеп, сөйтіп барып шығаратын болады біздің. Сол үшін бұл, егер катализатор болмаса, сізде экология көрсетуі мүмкін. Сол үшін қазір көбісі катализатор орнатып жатыр, өйткені экопосттарды тоқтатады, тексереді, штраф салады. Кезінде бәрі алып тастаған, негізінде ақшаға қызығып, немесе бітеліп қалды деп оны шешіп, бұның да бір өзінің қызметі, жаңағы 7 жылға, 10 жылға өзінің мерзімі бар. Одан кейін бітеле бастайды, бітеген кезде бұны көбісі шешіп тастайды. Бірақ шешкен кезде орнына негізі қайтадан катализатор көбісі салмайды. Сол өте үлкен қателік. Одан кейін барып жаңағы штрафтарға түсіп жатады, өйткені бұл экология көрсетеді. Составын айтып кеттім, не үшін бағасы қымбат. Одан кейін бұның қызметі өте маңызды. Бұны қойғаннан кейін сізде расход бензин төмендейді. Біріншіден машинаның тягасы жақсарады, и одан кейін жаңа артынан бір сасық иіс кетеді, достар. Көбінесе гаражда, паркингта тұратын машиналарда білініп тұрады. Машина оталып тұрған кезде өте жаман иіс шығады, достар. Сол үшін катализатор егер сізде болмаса, міндетті түрде бұны орнатып алған жөн, достар. Егер катализаторды қоятын ақша болмайтын болса, онда хотя бы мынандай резонатор, пламя-гаситель қою керек. Заменяющий осындай резонаторлар қойса болады, достар. Мынандай осындай заменителдер бар, бұл пламя-гаситель деп аталады. Бұның катализатордың орнына қоюға болады, бірақ катализатордың толық қызметін бұл атқармайды, достар. Бұл жай ғана жаңа нагрузканы өзіне алады, артқы жаңағы бачоктар шіріп кетпеу үшін нагрузканы өзіне қабылдайды, бірақ бұл фильтровать етпейді, достар. Сол үшін иісі кетсін десеңіздер, онда осы катализаторды орнатасыздар, одан кейін экопостты смело 120-мен өтесіздер ғой.